Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін өте жұмсақ әрі дәмді бауырсақтың видеосымен бөлісемін. Ең алдымен жылы суға 5 грамм дрожжымызды саламыз, үстіне 1 шай қасық қант салып араластырып қойып қоямыз. Көтерілгенше, осылай көтерілу керек. Жылы сүтке менде 600 грамм сүт, 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. 2 ас қасық қант саламыз және 2 ас қасық майонез салып жақсылап араластырып, оның үстіне көтерілген дрожжымызды салып араластырып, ұн сеуіп, өте жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бірден көп салуға болмайды. Қамыр қатты қалса, бауырсақ та қатты болып піседі. Осылай аз-аздан ұн салып, жақсылап илеп көреміз тағы да. Илегенде өте көп илейміз. Осылай илей берсе, өзі қамыр қоюланып, қолға жабыспайтын әдемі болады. Бетін жауып, кішкене көтерілгеннен кейін тағы да бетін қайтарып қойып қоямыз ашығанша. Ашыған қамырды жайып, осылай домалақ етіп кестім мен, өздеріңіз қалауларыңызша кесесіздер. Осылай қалың қып, ішін қуыс қылмай пісіргілеріңіз келсе, қалың қып жайып, астына майлық төсеп, жарты сағатқа қойып қоясыздар, бетін жауып. Шамал жұқа қып жаюға да болады. Ол кезде арасы қуыс болып піседі. Жарты сағаттан кейін көтерілгеннен кейін қызып тұрған майға салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осындай дәмді бауырсақтар піседі. Жасап көріңіз. Өкінбейсіз, дәмі ерекше болып шығады.